остановитесь, а затем через... Халықаралық әуежай, Алматының жаңадан ашылған әуежайын алғаш рет көруіміз, аз көреміз шыған екен. Әке болсын осындай енді барлығын өзі сүйреп бара жатыр, біздің қолда бала. Сағат 6:57, бізде вылет сағат 9:30 деген, посадка сағат 8:50-де басталады. Қазір біз тамақ өзімізбен алып алғанбыз. Тамақ өзімізбен дегенде, KFC-дан кеше тапсырыс беріп қойған әкесі, қазір соны жейміз кішкене. Ол жақта ұйықтап жатыр. Телешка ояу, Сарочка тоже жолда балалардың қарны ашады деп, өйткені қанша дегенмен онлайн регистрация жоқ. Алдын ала 3 сағат бұрын келдік. Балаларға біз жейтін нәрсе салып алдық. Агуша көріп тұрғандарыңыздай, сосын тағыда барнилар. Бірнешеу, біраз барни, бірнеше агуша алдық жолға. Сарочка қарны ашса деген сияқты ғой. Мінекей. Зерешка енді ғана өтіп жатыр. Өттік, кеттік. Ол жатай ұйқылы. Аузы ашылып тұрып өтті. Жаңа терминал өте әдемі екен, үлкен үй бар екен. Вот, цвет такой. Будто бір бассейн ба, сондай сияқты, я бір спорт комплекс сияқты. 204 Б, біздің вид. Қараңыздар, қалай жақсы жасақ қойған. Сарочка, күнім. Менде қандай әдемі чехол. Қазір бір видео жасаймыз, переходқа арнайы. Ойластырып келіп едім, соны бір кісі ұйықтап жатыр. Ол Жантайдың оянатын түрі жоқ. Ана мен бала және де отбасылық бөлме. Қараңыздар, мынандай төсек бар. Күшті, иә. Мына жерде демалып отыра тұруға болады. Баланы жолын жуып, бетін жуып дегендей. И мына жерде мынандай пеленальный стөл, және де кровать. Күшті. Мынандай ойын алаңы бар екен. Қаншама кішкене балалардың көңілін аулап дегендей. Көрейік, құны қанша екен? 4000 теңге екен. Уақыт шектеуі жоқ дейді. Коста кофе бар. Бірақ енді түсті білмеймін. Неге бассейн сияқты маған үлкен баяғыда Алатау, Қазақстан деген Астанада бассейндерге баратын сондай сияқты. Мультфильм бастады. Күшті, Зереша, саған сыйлық берді ма? Қандай сыйлық? Қане ашайық, көрейік. Банкнот, а это что? Карточкалар, я? Анау қарандаш қойдым. Мына күшті, керемет. Ашайық, аша ғой. Еще зеркало, носочки, наушник, карандаш. Ой, қараңыздар, Сарочкаға да осындай комплект набор берді. Ішінде мынаған қараңыздар, қандай күшті. Эрасынаға үлкен рахмет, мынаған қараңыздар. Такой грызунок, он такой
газовая пеленка. Ага, а это что? Носочки такие классные. В общем, такой наборчик нам подарили. Сарочки. Все, будем везде с собой таскать. Ішіне бір нәрселер салып қоюға да болады. Сөмкеге, иә? Әдемі екен. Air Astana One Month. Куриный пирог, грибами и вот омлет. Сіздерге идеальный балаларды көрсетейік. 4 сағат бойы ұйықтап келдік. Иш осындай бөпе бар. Мен паспортный контроль бәрін өттік. Отпечаток пальцев 4 саусақтан да, мынадан да бөлек-бөлек алады екен. Енді міне багаж күтуге келдік. Бізді қарсылатын компания Руска. Қойдым, қателеспесем кәсіпорем. Алдын біз ваучер қарау керек. Біздің багаж уже келіп қойыпты. Тез-тез алдық. Народу мало, да, из-за этого. Катарда халық көп емес шығар. Туристер бәлкім сондықтан өте жылдан келді. Рахат. Мен отельға жеттік, біз Риксис отеліне келдік. Осымен бірінші бөлім аяқталады, енді қалған келесі бөлімі толық рум-тур жасаймыз, және де осында бар тамақтанатын жерім бар, оған көрсететін болам, бассейні қандай. Ал енді әзірге осымен бірінші бөлім аяқталды, сіздерге нанды деген үміттемін. Иншалла сіздерге де осындай демалыс жұмысты болсын.